Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласында бүгін, яғни 16 қаңтарда ККС Сичим кәсіпорнының қызметкерлері көтеріліске шықты. Олар жалақыны 50%-ға көтеруді талап етіп отыр. Таңғы 6-да Сичим компаниясының базасына жиналғандардың қарасы қалың. Ереуілге қатысқандардың қатары 1000-нан асып жығылады. Аталмыш компания қызметкерлері вахталық негізде 28 күн жұмыс істеп 14 күн демалады. Ай сайынғы жалақылары қазір 250 мың теңге екен. Барлығы қымбаттап жатқан алға тартқан жұмысшылар жалақыларын 50%-ға көтеруді талап етіп отыр. Дәл қазіргі қолға тиетін жалақылары ештеңеге жетпейтінін алға тартуда. Күнделікті тұтынатын ас-ауқаттың бағасы аспандап бара жатқанын айтып шағынуда. Қазір ереуілшілерге прокуратура, полиция мен әкімдік қызметкерлері келген.